Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушы? Біздің бүгінгі сабаққа қош келдіңіз. Біздің бүгінгі тақырып сұрақ типтері және оларға жауап беру жолдары. Бұл сұрақ типтері дегеніміз не? Сіздерде емтиханға мәтін беріледі және соған әртүрлі сұрақтар қойылады. Бұл сұрақтарға типтерін айыру арқылы сіз жауап беру стратегияларыңызды өзгертесіз. Одан алдын сіздерге айтып кететін нәрсе, бәріңіз білесіздер, 20 сұрақ берілсе, сол 20 сұраққа жауап беру үшін сіздерде 40 минут болады. Енді орташа есеппен есептейтін болсақ, әрбір сұраққа 2 минуттан. Демек, бұл өте қысқа уақыт. Кейбір мәтіндер өте ұзақ болады. Сондықтан сіздерде бір таңдау тұрады. Ең бірінші басты көңілді неге бөлу керек? Сұраққа ма, әлде мәтінге ме? Қалай ойлайсыз? Қайсысы маңызды? Сіз дұрыс тапты деп үміттенемін. Сіздерге мәтінді толық оқығандарыңыз үшін емес, сұраққа дұрыс жауап бергендіктеріңіз үшін бал қойылатындықтан ең алдымен көңілді сұраққа бөлуіміз керек. Бірақ сұраққа көңіл бөлгенде сізге белгілі бір білім қажет болады. Сіз сұрақтың несіне, қай бөлігіне қарау керексіз. Осы кезде біздің өзіміздің 5 жылдық дайындық методикасынан туындаған сұрақ типтерін айырып алсаңыз болады. Біз осы емтихан сұрақтарын анализ жасай отырып, оларды 5 түрге бөлдік. Бірінші түр, ол өте оңай түрі, кілт сөздері бар сұрақтар. Яғни, сұрақты оқыған кезде белгілі бір кілт сөздері болады, сол кілт сөздер арқылы мәтіннен сол сұрақтың жауабын тапсаңыздар болады. Екінші, осының сәл күрделенген түрі, бұл жерде кілт сөздер жауап нұсқаларында болады. Яғни, сұрақ жалпылама және кілт сөздер жауаптарында орналасқан. Күрделі болатын себебі сіздер жауап 4 нұсқа болғандықтан 4 түрлі кілт сөздер арқылы іздеуге тура келеді. Ал сұрағында кілт сөздері барларда тек қана бір кілт сөздер арқылы сіз мәтіннен жауап іздеуіңізге болады. Одан кейінгі үшінші түр, бұл тағы бір күрделі түр, идеялық сұрақтар. Яғни, белгілі бір идеяға, мәтіннің қорытынды ойына және бір интерпретациялауға құрылған сұрақтар. Яғни, бұны тағы бір атау ретінде интерпретациялық сұрақтар деп те атасақ болады. Үшінші түр осылай болса, төртінші түр бұл контекстік сұрақтар. Яғни, сізге белгілі бір сұрақ беріледі, бұл сұрақтың жауабы мәтіндегі бір контекстке байланысты болады. Сізді сол контекст арқылы бұл сұрақтың жауабын тапсаңыз болады. Ең соңғы түрі бұл адресаттық сұрақтар. Яғни, сіздерге сұрақ берілгенде, сұрақтың өзінде белгілі бір адрес тұрады. Яғни, мәтіннің екінші абзасында, немесе мәтіннің осы сөйлемінде қандай ой айтылған деген сияқты. Сол арқылы сіз сол сұрақтың жауабын тапсаңыз болады. Енді бұл сабақта бірінші басынан бастайтын болсақ, жеке-жеке тоқталып, мысал келтіретін болсақ, ең бірінші қандай ой айтылған деген сияқты. Сол арқылы сіз сол сұрақтың жауабын тапсаңыз болады. Енді бұл сабақта бірінші басынан бастайтын болсақ, жеке-жеке тоқталып, ретінде интерпретациялық сұрақтар деп те атасақ болады. Үшінші түр осылай болса, төртінші түр бұл контекстік сұрақтар. Яғни, сізге белгілі бір сұрақ беріледі, бұл сұрақтың жауабы мәтіндегі бір контекстке байланысты болады. Сізді сол контекст арқылы бұл сұрақтың жауабын тапсаңыз болады. Ең соңғы түрі бұл адресаттық сұрақтар. Яғни, сіздерге сұрақ берілгенде, сұрақтың өзінде белгілі бір адрес тұрады. Яғни, мәтіннің екінші абзасында, немесе мәтіннің осы сөйлемінде қандай ой айтылған деген сияқты. Сол арқылы сіз сол сұрақтың жауабын тапсаңыз болады. Енді бұл сабақта бірінші басынан бастайтын болсақ, жеке-жеке тоқталып, мысал келтіретін болсақ, ең бірінші біз ұсынған тип бұл кілт сөздерге құрылған сұрақтар. Яғни, сұрақтың өзінде кілт сөздері бар сұрақ типі. Бұған мысал келтіретін болсақ, мына сұрақпен таныссаңыз болады. Яғни, жібектің рөліне таңдалған актриса басқа үміткерлерден несімен басым түсті. Көріп отқаныңыздай, А нұсқасында сұлулығымен, Б сенімділігімен, С еңбекқорлығымен, Д дарындылығымен. Енді осы сұрақтан біз өзімізге кілт сөздерді анықтап алсақ. Бұл жерде қандай сөздер берілген? Яғни, жібектің рөліне таңдалған актриса басқа үміткерлерден несімен басым түсті. Кілт сөзді табу үшін сізге ең маңызды нәрсе осы сұрақтың өзіне сұрақ қою. Сұрақ менен не сұрап жатыр? Яғни, негізгі сұралып жатқан дүние ол несімен басым түсті. Яғни,
актрисаның басқалардан несімен басым түскені. Бұл жерге акцент қойылатын сөз, бұл басым деген сөз. Көріп отқаныңыздай. Үміткерлер, жібектің рөлі, таңдалған деген сөздерді мәтіннен іздесеңіздер болады. Яғни, осы кілт сөзді табу арқылы сіз мұна шығып тұрған мәтінді қарап көріңіз. Басым деген сөзді іздейтін болсақ, байқап отқаныңыздай, мына сөйлемге тоқталамыз. Сол жағынан әлгі қыздардан басымдау түскен болуым керек. Яғни, қыздардан деген сөз, мына үміткерлерден деген сөздің синонимі болғандықтан, басымдау деген сөз кілт сөз арқылы бұл ойды таптық. Яғни, демек, біздің жауап осы сөйлемнің жан-жағында орналасқан. Сол жағынан әлгі қыздардан басымдау түскен болуым керек дегеннен қарайтын болсақ, сол жағынан деп айтылып тұрған сөз, бұл одан алдыңғы сөйлемге бізге сілтеме беріп тұр. Қарайтын болсақ, одан алдыңғы сөйлемде жібектің бейнесін сомдау үшін алдымен талант керек деп жазылып тұр. Яғни, бұл жерде бізде сұлулығымен, сенімділігімен, еңбекқорлығымен, дарындылығымен деген нұсқалар тұр. Ал талант деген сөз, бәріміз білеміз, дарындылық деген сөзбен синоним. Яғни, біз бүкіл мәтінмен таныс болмай-ақ, осы кілт сөзге құралған сұрақ типін түсіну арқылы және сол кілт сөзді табу арқылы біз жауапты бірден таба алдық. 2 минут емес, бізге 1 минуттың өзі жеткілікті болды. Яғни, бұл сұрақтың жауабы Д дарындылығымен екенін көріп отырмыз. Енді екінші сұрақ типіне көшетін болсақ, бұл да жаңағы бірінші типке өте ұқсас, бірақ бұның күрделілігі сұрақта ешқандай кілт сөз жоқ, ал кілт сөздер олардың жауап нұсқаларында орналасқан. Бұл жерде бірақ сіздердің жұмыстарыңыз сәл күрделенеді. Бұл 4 есе көптеу. Яғни бізге 4 түрлі жауап нұсқасы әдетте берілгендіктен, біз осы 4 нұсқаны кілт сөздерге бөліп аламыз. Мына мысалға мән беріңіздер. Берілген ақпараттың қайсысы мәтінде кездеседі? Актерлерге арналған байқау телестудияда өтті. Бұл А варианты. Б варианты. Келген қыздарды видео сынаққа түсуге жіберді. С варианты. Режиссер ақтық сынға көп қыздарды өткізді. Д варианты. 12 айға жуық дайындық жүргізілді. Енді жаңағы мәтінді қайта қарайтын болсақ, бұл сұраққа, мысалы, берілген ақпараттың қайсы мәтінде кездеседі деген, бұл мәтіндегі ешқандай кілт сөз жоқ. Бұл жалпылама сұрақ екенін көріп отырмыз. Енді А вариантынан бастайтын болсақ, актерлерге арналған байқау телестудияда өтті. Яғни әрбір жауаптың өзінде белгілі бір месседж, яғни белгілі бір ақпарат бар. Бұл жердегі негізгі ақпарат актерлерге арналған байқаудың телестудияда өткені. Яғни бізге акцент қойылатын сөз бұл телестудия. Мәтіннен қарайтын болсақ, телестудия деген сөзге ең жақын бұл киностудия болып отыр. Яғни телестудияда емес, киностудияда өткендігі. Яғни сондықтан А нұсқасы бізде бір-біріне қарама-қайшы болғандықтан мәтін мен жауап нұсқасындағы ақпарат. Демек, бұл дұрыс болмай шығады. Екінші вариантқа, нұсқаға қарайтын болсақ, келген қыздарды видео сынаққа түсуге жіберді деп тұр. Яғни бұл жердегі негізгі ақпарат қыздарды қайда жіберілген? Видео сынаққа жіберілген. Яғни видео сынаққа түсуге жіберілген. Бұл жерде кілт сөзді, осы кілт сөз арқылы іздеу барысында біз мына сөзге тоқталамыз. Фото сынаққа түсуге жіберілді. Яғни бізде видео сынақ бар және фото сынақ бар. Мәтінде фото сынақ деп тұр, ал жауап нұсқасында видео сынақ. Бұл кілт сөз арқылы бұл ақпараттың да ақиқатқа сәйкес емес екенін көреміз. Демек, Б варианты да бізде дұрыс емес. Енді С вариантын қарайтын болсақ, режиссер ақтық сынға көп қыздарды өткізді деген нұсқа тұр. Бұл жердегі ең жеткізіліп отырған ақпарат бұл көп қыздардың өткендігі туралы. Ал мәтінді қайта қарайтын болсақ, бұл жерде ақтық сынға деп тұр, қатысатын қыздардың саны 10 қыз болып тұр. Яғни бұл жерде көріп отқанымыздай, көп пен 10-ды салыстыратын болсақ, мәтіннің басында айтты, көп қыздар болды, бірақ соның 10-ы ғана өтті. Демек, бұл да біздің ақиқатқа сәйкес келмейді. Сондықтан бізде ең соңғы нұсқа қалады, бірақ сіздерге бұл нұсқаға қарамай-ақ Д-ның дұрыс екенін білсеңіздер болады, осы арқылы себебі 3 нұсқада дұрыс емес екенін көрдіңіздер. Бірақ соның өзінде өздеріңіз тексеру үшін бір қарап көрсеңіздер болады. 12 айға жуық уақыт дайындық жүргізілді. Яғни бұл жерде негізгі ақпарат дайындықтың қанша уақыт жүргізілгендігі 12 ай. Яғни мәтінді қайтадан қарайтын болсақ, біз мына 4 нұсқанда жаңа қараған кезде сіз жаңағы кілт сөз, акцент қойылған негізгі ақпараттан бөлек жанындағы сөздер арқылы сіз бірден мәтін ішінде сол ақпаратты тапсаңыздар болады. Мына жақта ең соңғы сөйлемдердің бірінде жазылып тұр. 1 жылдай дайындық жұмыстары жүргізілді дейді. Яғни мына нұсқада 12 айға жуық дайындық жұмыстары жүргізілді деп айтылып тұр.
Сондықтан дайындық пен дайындықты көріп отырмыз, және 12 ай мен 1 жыл, бұл екеуі бәріңіз білесіздер синоним. Яғни 1 жылда 12 ай бар, яғни бір сөздің синоним беру арқылы бізге осы ақпараттың дұрыс екенін көрсетіп отыр. Сондықтан сіздер осы кілт сөздерге мән беру арқылы өзіңіздің жауабыңызды жылдам әрі нақты таба аласыздар. Және бұл жерде сізге көмектесетін нәрсе дұрыс емес нұсқаларды бірден өшіріп тастау. Яғни сол арқылы сіз өзіңізге соңында нақты дұрыс ақпаратты таба аласыздар. Немесе белгілі ақпараттар бір-біріне ұқсас болып тұрса, сұрақ белгісін қойып, кейін соңында екі дилемманың ішінен таңдап алсаңыздар болады. Ол кезде де сіз 50-50 варианты болып тұрады сіздің алдыңызда. Бірақ ескеретін бір дүние, сізге осы айтылған екі типте бірдей келетін болса, ең бірінші сұрағында кілт сөздері бар нұсқаны бірінші жауап беруге тырысыңыз. Себебі ең соңында жауабында кілт сөздері бар нұсқаны қалдырсаңыз, сіз басқа сұрақтарға жауап беру арқылы мәтіннің не туралы екенін, не айтылғандығы туралы, жалпы сізде оның жүйесі туралы көзқарас пайда болады. Соңына келіп, осындай күрделі сұрақтарға жауап берген кезде, сіз қай сұрақты, қай нұсқаның жауабын қай жерден табуға болатынын сіз біліп отырасыз. Бұл сіздің уақытыңызды 2 есе үнемдейді. Осы арқылы сіз жаңағы сізге басында айтқан 2 минутта бір сұраққа жауап беруге өте жоғарғы мүмкіндіктер бар. Яғни сіздің уақытыңыз тығыздығы ешқандай сіздің дұрыс жауап беруіңізге кедергі жасамайды. Ал енді қалған идеялық интерпретациялық сұрақтар, контекстік сұрақтар және адресаттық сұрақтар туралы және оларға жауап іздеу туралы біз келесі сабақта айтатын боламыз. Әзірше қош, сау болыңыздар.